Баршаңызға сәлем достар. Біз сгущенка қосылған өте дәмді пирог жасаймыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. 3 жұмыртқамызға қантымызды қосып, жақсылап миксермен ағарғанша миксерлеп аламыз жұмыртқамызды. Біздің массамыз осылай көпіршіктеніп ағаруы қажет. Оның үстіне 3 ас қасық сүтімізді және де 2 ас қасық сұйық майымызды және де 150 грамм сгущенкамызды қосамыз. Одан кейін жақсылап араластырып, ұнымызға разрыхителімізді салып, араластырып, бөліп қосып, миксерімізбен жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамыз дайын болды. Мен 24 сантиметрлік формаға 180 градуста 20 минутта пісіріп алдым. Және шпажкамен тексеріп алсаңыздар болады, зубочисткамен. Және суығаннан кейін қалған сгущенкамызды үстіне құйып, оның үстіне өздеріңіздің қалауынша әсемдейсіздер. Мен орех салдым. Сіздер видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер.